Айгерімнің көне Жигули ауылдың қара жолымен әрең ілбіп келе жатты. Терезе сыртында жалаңаштанған дала, сұрғылт аспан және соңғы күшін жинап ұшып бара жатқан құстар ғана. Оның көңіл күйі де дәл осы күзгі табиғаттай тоналған, суық және үмітсіз еді. Қаладағы жарқыраған өмір, сәнді кеңселер мен мәңгілік махаббатқа серт берген адамының опасыздығы енді сағымдай алыста қалды. Ол бәрінен қашты. Өзінен, адамдардан, өтірік күлкіден. Жалғыз барар жері марқұм әжесінен қалған, ауылдың ең шетінде, өзеннің жағасында орналасқан ескі там үй еді. Ауылға кіргенде күн батып айналаны қою ымырт жауып үлгерген. Үйдің қасына тоқтағанда ескі қақпаның шиқылы құлаққа түрпідей тиді. Айгерім көліктен түсіп суық ауаны терең жұтты. Жерге түскен қырау аяқ астында қытырлайды. Осында бәрі аяқталады деп ойлады ол үйдің кілтін іздеп жатып. Ешқандай жоспар, ешқандай арман жоқ. Тек тыныштық керек. Ол ауыр сөмкесін иығына іліп табалдырыққа жақындады. Үйдің алдындағы шамның әлсіз сәулесі есік алдында тұрған бір бейтаныс затқа түсті. Басында ол оны біреудің тастап кеткен қоқысы немесе ескі киіз үйдің жабдығы шығар деп ойлады. Бірақ жақындаған сайын жүрегі белгісіз бір суықтықты сезгендей тез соға бастады. Бұл қолдан тоқылған, шеттері нәзік лентамен көмкерілген балалар себеті еді. Айгерімнің демі ішіне түсіп кеткендей болды. Ол себеттің үстіне жабылған қалың жүн көрпенің ақырын қозғалғанын байқады. Ол жерде біреу бар. Тіпті ауа райының суықтығынан ба, әлде қорқыныштан ба, себеттің ішінен естілер-естілмес әлсіз дыбыс шықты. Айгерім дірілдеген қолымен көрпенің шетін ашты. Сол сәтте оның өмірі екіге бөлінді, осы сәтке дейінгі қасіретті өткен шақ және алдында жатқан беймәлім тағдыр. Себеттің ішінде аппақ жаялыққа оралған, мұрны ғана пүштиіп көрінген кіп-кішкентай сәби жатыр екен. Айгерім айналасына жалтақтап қарады. Қараңғылық, тыныштық, тек алыстан үрген иттің дауысы мен өзеннің гүрілі ғана естіледі. Кім? Неге? Не үшін дәл осы табалдырық? Ол есікті ашып, себетті үйдің ішіне атып кіргізгендей болды. Үйдің іші суық болса да, далаға қарағанда пана еді. Шамды жағып, себетке үңілгенде, ол баланың жұдырықтай қолының арасында қыстырылып тұрған, сыртында түсініксіз таңбалары бар көгілдір хатты көрді. Бұл сәби Айгерімнің өміріне тыныштық емес, үлкен дауыл мен шешілмейтін жұмбақ алып келгенін ол әлі сезбеген еді. Үйдің іші сыз тартып тұрса да, Айгерім пешке от жағуды да ұмытып, жарықтың астында себетке телміріп қалды. Оның жүрегі әлі де кеудесіне сыймай, дүрс-дүрс соғады. Қаланың сатқындығынан қашып келіп, мынадай жұмбаққа тап болам деп еш ойламаған еді. Ол еппен ғана сәбидің бетіндегі көрпені сырғытты. Кіп-кішкентай әлі қып-қызыл болып жатқан шақалақ. Ол еріндерін жыбырлатып, ұйқы арасында бірдеңе іздегендей аузын ашады. Айгерім оның саусақтарына қарап, таңғалды. Тырнақтары сондай нәзік, ал терісінен сүт пен жусанның иісі аңқиды. Сен қайын келдің? Кім сені мына суықта қалдырып кетті? Деді ол. Сол сәтте баланың қолындағы әлгі көгілдір конверт еденге сырғып түсті. Айгерім оны жерден алып, абайлап ашты. Ішіндегі қағаз қымбат, қалың әрі, хош иіс шығып тұрған сапалы қағаз екен. Бірақ алғашқы сөзді оқығанда оның төбе шашы тік тұрды. Хат біздің әліпбимен жазылмаған. Ол француз тілі. Айгерім кезінде шет тілдері факультетінде оқығысы келген, бірақ тағдыр оны басқа арнаға бұрып жіберген еді. Содан қалған аз-маз біліммен бірнеше сөзді таныды. Савыз құтқарыңыз, Хретедж, мұра, және ең соңында ірі әріптермен жазылған есім Лео. Кенет сырттан машинаның гүрілі естілді. Айгерім селк ете түсіп терезеге ұмтылды. Ауыл шетінде мұндай уақытта машина жүрмейтін. Ол перденің қиығынан сығалады. Алыста жол жиегінде бір қара көліктің шамдары сөніп қараңғыда қарайып тұрғанын көрді. Бірнеше секундтан кейін көлік орнынан кілт қозғалып, шамдарын жақпастан ауылдың тереңіне қарай жүйткіп кетті. Бұлар кімдер? Баланы іздеп жүргендер ме, әлде тастап кеткендер ме? Деген қорқынышты ой санасын торлады. Сәби оянып ақырын қыңқылдай бастады. Ол тоңып жатыр екен. Айгерім дереу есін жинап, ескі пешке отын салып, от тұтатты. Көп ұзамай бөлме іші жылып, оттың сатырлаған дыбысы естілді. Ол баланы құшағына алды.
Сол сәтте бойым бір таңғажайып жылулық кернеді. Өз өмірінен түңіліп өлуге шақ қалған әйел мен өмірге жаңа келген қорғансыз сәбидің тағдыры осы суық түнде бір арнаға тоғысты. Айгерім хатты қайтадан қолына алды. Хаттың астыңғы жағында кішкентай ғана мөр басылған екен. Ол мөрде тәж мен қыранның суреті бейнеленген. Бұл қарапайым отбасының баласы емес екені айдан анық еді. Ол телефонды алып, интернеттен хаттағы сөздерді толық аударуға кірісті. Әрбір сөз сайын оның көздері шарасынан шыға жаздады. Бұл жай ғана тастанды бала емес, бұл үлкен бір империяның тағдырын шешетін жалғыз мұрагер еді. Айгерімнің қолындағы телефон экраны жарық беріп, интернеттегі аудармашы бағдарламасы хаттың мағынасын біртіндеп аша бастады. Әр сөйлем сайын оның денесі мұздап бара жатқандай болды. Хаттың толық нұсқасы былай еді. Қайырымды жан, егер сіз бұл хатты оқып тұрсаңыз, демек менің баламның тағдыры сіздің қолыңызда. Оның есімі Лео, ол үлкен қастандықтың құрбаны болуы мүмкін. Оның әкесі Еуропадағы ең бай әулеттердің бірінің мұрагері, бірақ туған ағалары оның көзін құртуға бекінген. Менің еліме қайтуым қауіпті, ал баламды жасырудың жалғыз жолы оны ешкім іздемейтін жердің түбіндегі осы мекенге қалдыру еді. Оны қорғаңыз. Уақыты келгенде мен сізді тауып аламын. Конверттің ішіндегі сақинаны ешкімге көрсетпеңіз. Айгерім конверттің түбін қайта тексеріп, ішінен матаға оралған ауыр бір затты тапты. Матаны ашқанда бөлменің іші жалт ете қалды. Бұл ортасында үлкен көк гауһар тасы бар, айналасы ұсақ бриллианттармен көмкерілген алтын сақина еді. Сақинаның ішкі жағында Treasures Ensemble әрқашан бірге деген жазу қашап жазылған. Сәби Лео кенеттен қатты жылай бастады. Ол жай ғана қыңқыл емес, шын мәнінде көмек сұрағандай шырылдады. Айгерім оны дереу құшағына алып тербете бастады. Оның жүрегінде екіұдай сезімі арпалысты. Бір жағынан қорқыныш. Бұл жай ғана тастанды бала емес, халықаралық деңгейдегі үлкен қылмыстық оқиғаның ортасы еді. Екінші жағынан әйелдік түйсік пен аналық мейірім. Егер мен қазір полицияға хабарлассам, олар бұл хатқа сенбейді. Немесе хабар алған бойда әлгі қара көліктегі адамдар келіп баланы тартып алады. Менің бұл баланы қорғаудан басқа амалым жоқ деп шешті ол. Айгерім дереу үйдің терезелерін қымтап жауып, ескі көрпелермен көлегейледі. Сәбиді жылытып, үйіндегі жалғыз пакет сүтті жылытып, еппен аузына тамызды. Бала сүтті ішіп тынышталған соң, Айгерім оны әжесінің ескі бесігіне жатқызды. Түн ортасы ауғанда сырттан тағы да дыбыс естілді. Бұл жолы машина емес, біреудің аяқ дыбысы. Қардың қытырлағаны анық естіліп тұрды. Біреу үйдің айналасын барлап, терезенің тұсына келіп тоқтады. Айгерім демін ішіне тартып, ас үйдегі пышақты қолына алды. Жүрегі аузына тығылды. Терезенің арғы жағындағы бейтаныс адам перденің саңылауынан ішке үңілмек болды. Сол сәтте бала бесікте қозғалып ақырын қыңқылдады. Сырттағы адам кілт тоқтап, біраз уақыт үнсіз тұрды да, ақырын шегініп қараңғылыққа сіңіп кетті. Айгерім таң атқанша көз ілген жоқ. Ол енді өзінің ғана емес, кішкентай Леоның да күзетшісіне айналғанын түсінді. Таң атқанда Айгерімнің көзі ілініп кеткен екен. Оны пештен шыққан жылу мен Леоның тәтті былдыры оятты. Түндегі қорқыныш сейілгендей болғанымен, терезе сыртындағы ақ қырау мен есік алдындағы бөтен іздер қауіптің әлі де сейілмегенін еске салып тұрды. Ауыл жерінде ештеңе жасырын қалмайды. Әсіресе жалғызбасты әйелдің үйінен сәбидің жылаған дауысы шықса, ол бүкіл ауылға найзағайдай тез тарайды. Айгерім ең алдымен баланы қалай жасыруды ойлады. Ол әжесінің сандығынан ескі маталарды шығарып, балаға жұмсақ төсек жасап берді. Түске таман қақпаның қоңырауы соғылды. Айгерім селк ете түсті. Бұл көрші тұратын ауылдың ақпарат агенттігі атанған Күләш апай еді. Айгерім, қарағым, ояусың ба? Қаладағы дүкеннен жаңа нан әкеліп едім, соны берейін деп соқтым, деді ол даусын созып. Айгерім баланы ішкі бөлмеге алып кіріп, есікті нықтап жауып, сыртқа шықты. Күләш апайдың өткір көздері Айгерімнің шаршаған жүзінен бірдеңе іздегендей болды.
Рахмет, Күләш апай. Түнде қатты шаршап қалыппын, деді Айгерім нанды алып жатып. Иә, байқадым. Түнде үйімнің маңында бір қара көлік көпке дейін тұрып алды. Сонан соң біреу жаяу жүргендей болды. Саған келушілер ме еді? Деп апай сұрақты төтесінен қойды. Айгерімнің жүрегі мұздап кетті. Демек, түндегі адамдар жай елес емес, шындық болғаны. Ол жоқ, мүмкін адасып жүрген шығар деп құтылды. Бірақ Күләш апай кетер алдында үйіңнен бір қызық дауыс естілгендей болды. Мысық асырап алғансың ба? Деп күмәнін тағы бір білдіріп кетті. Апай кетісімен Айгерім үйге кіріп, интернет арқылы халықаралық жаңалықтарды ақтарды. Ол француз тіліндегі мұрагер, жоғалған сәби және Лео деген сөздерді іздеді. Бірнеше сағаттан кейін ол бір мақалаға тап болды. Онда Еуропадағы ең ірі мұнай-газ империясының басшысы кенеттен қайтыс болғаны, ал оның жалғыз қызы мен жаңа туған немересінің ізім-ғайым жоғалғаны туралы жазылған. Мақаладағы суретке қарағанда, жоғалған әйелдің көзі Айгерімнің өзіне таныс болып көрінді. Ол жас кезінде осы ауылға келіп тұрған шетелдік студент қызға қатты ұқсайтын. Сонда Леоның анасы Айгерімді танығандықтан емес, оның анасының адалдығын білгендіктен осында келген бе? Кенет үйдің артындағы бақша жақтан бұтақтардың сықырлаған дауысы шықты. Айгерім терезеге жақындап пердені ақырын ашты. Бақшаның шетінде, талдардың арасында қара киім киген, құлағына рация таққан еңгезердей бір ер адам тұр екен. Ол үйдің ішін бақылап тұрды. Айгерім Леоның қасына барып, оны бауырына басты. Ол енді жай ғана қашқын емес, ол қауіпті ойынның ортасындағы басты куәгер еді. Ол мына ауылда ұзақ қала алмайтынын түсінді. Қашу керек. Бірақ қайда? Айгерім үйдің артындағы бақылаушыны көргенде, жүрегі атқақтап тамағына тығылды. Ол жай ғана қаңғыбас немесе ауылдың адамы емес еді. Оның қимыл қозғалысы, салқын қандылығы кәсіби күзетшіні немесе жалдамалы жендетті еске түсіреді. Айгерім жарықты бірден өшіріп, қараңғыда еңбектеп барып Лео жатқан бесікті құшақтады. Егер олар үйге кірсе, мен не істеймін? Менің қолымнан не келеді? Деп ойлады. Бірнеше минуттан кейін сырттағы көлеңке жоқ болып кетті. Бірақ бұл тыныштық дауыл алдындағы тыныштық еді. Айгерім бұл жерде қалудың тым қауіпті екенін түсінді. Ол ескі сандықтан анасының күнделіктерін іздей бастады. Анасы кезінде ауылдағы мектепте тіл маманы болған және шетелдік волонтерлермен көп араласатын. Күнделіктің соңғы беттерінің бірінен ол ескі, сарғайған суретті тауып алды. Суретте анасы және жас, сұлу шетелдік қыз құшақтасып тұр. Суреттің артында оның құпиясы менің жүрегімде деп жазылған. Сол сәтте Айгерім бәрін түсінді. Леоның анасы сол Марияның қызы болуы керек. Демек, Мария өз уақытында Айгерімнің анасына сенгендей, оның қызы да Айгерімге сеніп, баласын осында келген. Кенет есік тарс-тұрс қағылды. Бұл жолы Күләш апай емес, ер адамның ауыр жұдырығы еді. Ашыңыз. Біз сіздің іште екеніңізді білеміз. Деді қатаң дауыс орыс тілінде, бірақ акценті байқалып тұрды. Айгерім баланы жылы киіндіріп, өзінің ескі пальтосының ішіне тығып, белінен мықтап байлап алды. Оның жалғыз жолы үйдің артындағы кішкене терезе арқылы бақшаға шығып, өзен жағасымен қашу. Ол терезеден еппен секіріп түсті. Түн суық, жел бетті қариды. Лео оянып қыңқылдай бастады, бірақ Айгерім оның аузын қолымен ақырын басып, шыда, жаным, шыда деп сыбырлады. Ол өзен жағасындағы қалың қамыстың арасына жасырынып үлгергенде, үйдің есігі тарс етіп сынып, ішке екі қара киімді адам басып кірді. Олардың қолдарындағы фонар сәулелері қараңғы бөлмелерді тінтіп жатты. Айгерім өзен бойымен төмен қарай қашты. Ол ауылдан 5 шақырым жердегі көршілес станцияға жетіп, пойызға отыруды жоспарлады. Бірақ жолдың ортасында ол тоқтай қалды. Оның алдынан әлгі қара көлік шыға келді. Көліктің шамдары оны соқыр етіп жібергендей болды. Көліктен ұзын бойлы, қымбат костюм киген, бірақ жүзінде ешқандай мейірім нышаны жоқ егде адам түсті. Сәбиді беріңіз, бойжеткен.
Бұл сіздің ойыныңыз емес. Сіз кімді қорғап тұрғаныңызды білмейсіз, деді ол суық жымиып. Айгерім кері шегінді. Оның артында ағысы қатты, мұздай өзен. Алдында қарулы адамдар. Дәл осы сәтте Лео қатты шыңғырып жылап жіберді. Айгерімнің жүрегі алқымына тығылды. Артында аяздан буы шыққан асау өзеннің гүрілі, алдында суық қару мен жат ниетті адамдар. Қымбат костюм киген адам оған қарай бір қадам жақындады. Оның жүзіндегі менмендік Айгерімді тіксіндіріп тастады. Қарағым, сен батыр емессің, жай ғана ауылдың қызсың. Мына бала миллиардтардың кілті. Оны бізге берсең, өміріңнің соңына дейін жетіп артылатын ақша береміз. Ал қарсылассаң, мына өзен сенің де, мына сәбидің де соңғы мекені болады, деді ол даусын нығарлап. Айгерім бауырына басқан Леоның жылылығын сезінді. Сәбидің кіп-кішкентай жұдырығы оның саусағын қысып алғандай болды. Бұл қорғансыз жаратылысты мына жендеттердің қолына қалай қиып береді? Жоқ, бұл баланың анасы маған сенді. Ал мен өзіме сенемін, деп іштей бекінді ол. Дәл сол сәтте қара көліктің арғы жағынан тағы бір жарық пайда болды. Бұл жолы ол біреу емес, бірнеше көліктің дабылы еді. Көк пен қызыл түсті шамдар түн қараңғылығын тіліп өтті. Тоқтаңыздар, қаруды тастаңыздар, деген қатал бұйрық естілді. Костюм киген адам сасып қалды. Ол артына жалтақтап қараған сәтте Айгерім бар күшін жинап, өзен жағасындағы қалың бұталардың арасына қарай атылды. Артынан оқ атылғандай болды, бірақ ол тоқтамады. Ол өз өмірінде мұндай жылдам жүгірген емес. Кенет жолдың шетіне тоқтаған қара түсті брондалған машинадан бір әйел атып шықты. Оның үстіндегі қымбат пальтосы желмен ұшып, шашы қобырап кеткен, бірақ көзіндегі жалынды кез келген тани алар еді. Бұл Марияның қызы, Леоның анасы София болатын. Лео, менің балам, деп шыңғырды ол. Айгерім тоқтады. Ол Софияның жүзінен өзіне таныс бейнені, анасының ескі суретіндегі мейірімді көрді. Полиция қызметкерлері әлгі жендеттерді жерге жатқызып, қолдарын кісендеп жатты. София Айгерімге жүгіріп келіп, оны құшақтай алды. Ол сөйлей алмай, тек еңіреп жылай берді. Айгерім пальтосының ішінен Леоны еппен шығарып, анасына ұсынды. Сәби анасының иісін сезгендей, бірден тынышталып, оның кеудесіне басын қойды. Рахмет саған. Рахмет. Сен менің баламды ажалдан алып қалдың, деді София қазақша акцентпен, бірақ өте түсінікті етіп. Айгерім сол сәтте ғана өзінің иығына тиген оқтың аша ауруын сезді. Оның көз алды бұлдырап, жерге ақырын сырғи берді. Ол өзінің миссиясын орындағанын біледі. Бірақ хикая мұнымен біткен жоқ еді. Айгерім көзін ашқанда ақ шаңқан бөлменің төбесін көрді. Мұрнына дәрі-дәрмектің өткір иісі келді. Ол өзінің ауруханада екенін және иығының таңулы екенін сезді. Түндегі оқиға, өзеннің гүрілі, Софияның шыңғырған дауысы, бәрі түс сияқты еді. Кенет есік ақырын ашылып, бөлмеге құшағында сәбиі бар София кірді. Оның жүзінде бұрынғы үрей жоқ, тек шексіз алғыс пен тыныштық орнаған. Ояндың ба, менің қаһарманым? Деді София төсекке жақындап. Дәрігерлер оқтың бұлшық етке ғана тигенін, сүйекке зақым келмегенін айтты. Сенің батылдығың Леоның өмірін сақтап қалды. София Айгерімнің қасына отырып болған жайтты баяндап берді. Оның әкесінің империясын басып алғысы келген ағайындары қамауға алыныпты. София өзінің анасы Марияның күнделігінен Қазақстандағы ең сенімді досы туралы оқып, басына күн туғанда осында қашқан екен. Менің анам мен сенің анаң жас кезінде ажырамас дос болған. Анаң Марияға қандай жағдай болса да, менің есігім сен үшін әрқашан ашық деп уәде берген екен. Мен сол уәдеге сеніп келдім. Және қателеспеппін, деді София көзіне жас алып. Айгерім күлімсіреді. Оның жүрегіндегі баяғы мұң мен жалғыздықтан ізде қалмаған. Ол өзінің бұл дүниеге не үшін келгенін, анасының аманаты қандай құдіретті екенін түсінді. Бірнеше айдан кейін Айгерім өзінің ескі үйін қалпына келтірді. Бірақ ол енді жалғыз емес еді. Софияның қолдауымен ауылда үлкен тіл үйрену орталығы мен жетім балаларға көмек қоры ашылды. Айгерім мен София туған әпкелі сіңлідей болып кетті. Кішкентай Лео болса, қазақ даласының таза ауасында Айгерімнің әлдейімен ер жетіп келеді.
Оқиғаның түйіні. Тағдырдың сыйы. Айгерім өмірден түңіліп келгенде, тағдыр оған жауапкершілікпен жаңа мақсат сыйлады. Аманатқа адалдық, аналардың достығы араға жылдар салып, балаларының өмірін құтқарды. Мейірімділік шекарасы, нағыз адамгершілік тілге, ұлтқа немесе байлық қарамайды. Айгерім енді тастанды немесе жалғыз емес. Ол үлкен бір тарихтың алтын көпіріне айналды. Ал Лео елдің екі мәдениеттің ортасындағы достықтың тірі символы болып қала берді.